Абайдың көркемдік, әлеуметтік, гуманистік және дінге көзқарастар терең білінген еңбегі «Қара сөздері». Абайдың қара сөздері ұлы ақынның сөз өнерінде көркемдік қуатын, философиядағы даналық дүниетанымын даралап көрсететін классикалық стильде жазылған прозалық шығармасы. Жалпы саны 45 бөлік шығармадан тұратын Абайдың қара сөздерінің тақырыбы жағынан бір бағытта жазылмаған, әр алуан. Оның қара сөздерінің бірнешеуі ең алғаш 1918 жылы Семейде шыққан Абай журналында жарық көрді. Кейіннен Абайдың қара сөздері орыс, қытай, француз, тағы да басқа көптеген әлем тілдеріне аударылды. Абайдың 31-ші қара сөзі: естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы, берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде гибратлану керек, көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері уайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер. Абайдың өлеңі таудың мөлдір қайнары, шөлін қампайды. Абайдың ойы қалың орман, салқыны мен саясы жанының қорғаны. Абайдың тілі дананың ақ селеуі мен боз жусаны. Жапырынан дем мен ем табасың. Абайдың ойы мен өсиеті базар күндіз, түні тарқамайтын үлкен жәрменке. Іздегенді табасың, қалағанды аласың. Абайдың әлемінде кешегіден қалған бүгіннен де ертеңнен де артылатын байтақ қазына бар. Тек ұғатын сана, байлайтын ақыл, бағынатын жүрек керек. Қазақта қара сөзге дес бермеген ұлы Абай мұраларын көзіміздің қарашығындай сақтап келер ұрпаққа аманат етейік.